Алтыншы тарау. Әр гормонға арналған жаңа әдеттер. Неден бастауды көрсететін арнайы кеңестер. Біз ми туралы тереңірек білуге болатын уақытта өмір сүріп жатырмыз. Бүгін бақыт гормондарын жаңа тәсілмен қолдануды үйренесіз. Мұны сіз үшін ешкім істей алмайды. Сол сияқты сізде мұны басқа біреудің орнына істей алмайсыз. Бұл тарауда дофамин бақыты, эндорфин бақыты, окситоцин бақыты және серотонин бақытына жеткізетін жаңа жолдар туралы нақты ұсыныстар берілген. Таңдаудың көптігі сенімді жолды табуға көмектеседі. Оны 45 күн бойы үзіліссіз қайталау арқылы жаңа әдет қалыптастыруға болады. Осындай бір іске әдеттенгеннен кейін миға қожалық еткеніңізге соншалықты риза болып, тағы бір іске әдеттенгіңіз келеді. Дофамин өндіруге көмектесетін жаңа әдеттер. Болмашы жеңістерді де атап өтіңіз. Сіз жетістікке күн сайын жетесіз. Сондықтан өзіңізге мұны істеген мен деп айтыңыз. Әрине, сіз күнде Карнеги холлда оркестрге дирижерлік етпейсіз. Аш-жалаңаш адамдарды уәде етілген жерге шөл дала арқылы бастап бармайсыз. Кішкентай болса да өмірде қуану үшін қолыңнан келетін іске сай бейімделіңіз. Бұл көп нәрседен үміт күтпе, өз-өзіңді шектеп, шынайы өмірден байланысыңды үз дегенді білдірмейді. Бұл кішкентай болса да жеңіске жеткеніңізді, сәтсіз қадамыңызды байқайсыз дегенді білдіреді. Болмашы жеңісіңді атап өту үлкен жетістікті күтіп жүргенде емес, дофаминнің молынан бөлінуіне себепші болады. Үлкен жетістіктің ләззаты ұзаққа созылмайды. Егер бақытты үлкен мақсатқа жетумен байланыстырсаңыз, онда соңы көңілсіздікпен бітуі мүмкін. Оның орнына мақсатқа бір қадам жақындаған сайын қуана біліңіз. Әрине, күнде бұл жағдайда шампан атып, уылдырық жеп атап өтпейсіз. Тек күн сайын бір іс бітіргеніңізді сезіп үйренесіз. Бұндай ішкі сезім өзге адамның көтермелеуінде емес, көбірек қанағат сыйлайды. Бұл тегін, одан семіріп кетпейсіз. Көлік жүргізуге кедергі келтірмейді. Жеңіс әрдайым сенімен бірге. Неге жеңістен ләззат алмасқа? Табыстың түкке тұрмайтындай болуы мүмкін емес. Түкке тұрмайтын нәрсеге бола қуанғанымай деп өз-өзіңді ешқашан жазғырмаңыз. Ешқашан жақсы сезімді бұзбаңыз. Бір сәттік жеңіс болса да қуанып, алға жүре беріңіз. Бұл тек ұшқын ғана. Егер бойыңыздан күнде осындай ұшқынды байқасаңыз, төмінде жарқыраған алауға айналасыз. Өз иығыңызды өзіңіз мақтанышпен қағатындай себеп іздеу ақымақтық сияқты болып көрінуі мүмкін. Ештеңеге қарамай осылай істей беріңіз. Бұл қуаныш 1-2 секундқа созылса да, өзіңізді өзіңіз қошеметтейтін сәтті өзіңіз білесіз. Осындай қуанышыңыз жасанды көрінсе де, бұл қалыпты жағдай. Өйткені сол кезде жетістігіңізді жоққа шығаруға тырысатын тізбектер әлі де күшінде болады. Болмашы жетістікке қуана білу өте құнды дағды. Өйткені үлкен істер кішкентай қадамдардан тұрады. Егер бұрын жеткен жетістігіңізге масаттанып кетсеңіз, онда басқа әрекет жасай алмайсыз. Тағы бір ескерер жайт. Егер біреуді басып озамын деген оймен істемесеңіз, күнделікті жеңістер қанағаттандырады. Жетістікке жетіп, біреуге қыр көрсеткеннен гөрі жетістікке жеткеніңізге, сол істі істей алғаныңызға қуана білу бір бақыт. Жаңа мақсатқа қарай ақырын жүріп, анық басыңыз. Жаңа мақсатқа жету үшін көп уақыт немесе ақша қажет емес. Күніне 10 минут бөліңіз. Сонда инерцияның орнына іс-әрекетті бастаудың қуанышын сезесіз. Күніне 10 минут әрине тау қопаруға жетпегенімен мақсаттыға жақындауға, мөлшерін нақты бағалауға жеткілікті. Мақсатыма жетсем деп армандап отырғанға қарағанда, арманға жету үшін қажетті ақпаратты жинай аласыз. Ақпарат жинаған сайын мақсатыңыз өзгеруі мүмкін. Тіпті өмірдегі бар мақсатыңызға жетсеңіз де, бақытты бола алмайтыныңызды білуіңіз мүмкін. Күніне 10 минут бөлу қажетсіз ойдан арылтып, шыңға шығатын төбеге қарай бағыттауы мүмкін. Күнделікті 10 минут шамаңызды анықтауға көмектеседі. Бұл ешқашан орындалмайтын ертегіге сеніп, бос үміттенуден сақтайды.
Қиялға берілмей нақты әрекет жасаңыз. Ең алдымен нақты іс-әрекетке уақыт бөліңіз. Өзіме ұнамайтын жұмыстан шығып кетемін, немесе маған біреулер көмектеседі деп елестетіп, қиялға берілмеңіз. Ешкім ештеңеге міндетті емес. Оның орнына шындыққа үңіліңіз. Мұны табанды түрде 45 күн бойы істеңіз. Сонда сіздің бойыңызда алға ұмтылу әдеті қалыптасады. Егер күніне 10 минут бөле алмаймын деп ойласаңыз, босқа армандауға қанша уақыт жібергеніңізді еске түсіріңіз. Сол уақытты қажетті ақпаратты іздеуге жұмсауға болады. Күн сайын бір қадам жасасаңыз, дофаминді сезесіз. Сіз толқынды күтіп, оған бірте-бірте жете бастайсыз. Ұдайы күш салу арқылы арманды шындыққа айналдыруға болатынын түсінесіз. Жақсы әдет қалыптастыруға арналған 10 минут өткенде қалыпты өмірге оралыңыз. Тек болашақ туралы ғана ойлауға дағдыланбаңыз. Ұнамайтын жұмысты бірнеше бөлікке бөліңіз. Біздің бәріміздің басымызда қандай да бір проблема бар. Сол проблеманы ұмытқымыз келеді. Бұл үстел тартпасының шашылып жатуы, немесе сіз үшін маңызды адаммен қарым-қатынас жасаудың қиындығы болуы мүмкін. Ұнамайтын жұмысыңызды күніне 10 минут істеуге өзіңізді мәжбүрлеңіз. Ол үшін арнайы шешім қабылдаудың қажеті жоқ. Дұрыс қадам жасаймын деген ниеттің өзі жеткілікті. 10 минуттың ішінде тартпаңызды тазарту, немесе адамдармен қарым-қатынасты реттеу мүмкін емес сияқты болып көрінуі мүмкін. Алайда бірден үлкен істі мақсат етіп қойсаңыз, онда көп уақыт шешім қабылдай алмай жүресіз. Оның орнына 10 минутта тартпаңыздың ішін жинап шығыңыз. Тіл табыса алмай жүрген адаммен 10 минут қарым-қатынас жасаңыз. Оған жақсы ой қалдыратындай іс істеңіз. Әр күн сайын 10 минут бөліп, проблемаңызды шешуге тырысыңыз. 45 күн бойы осылай істесеңіз, сонда өміріңізді жақсартуға кедергі келтіретін жағдаймен күресесіз. Әрине, басқа адамның мінез құлқына шкафыңыз бен тартпаңызды жинағандай әсер ете алмайсыз. Бірақ бәрібір бір нәрсе істеуге тырысыңыз. Жаман сезімді жақсы сезімге ауыстырасыз. Әрі қарай да осылай істей бересіз. Өйткені жақсылыққа ұмтылу дофаминді жақсы бөледі. Ал сіз жек көретін мәселе 45 күннен бұрын да шешілуі мүмкін. Бір мәселені шешумен тоқтап қалмаңыз. Басқа да күрделі мәселелерді 45 күнде шешуге тырысыңыз. Дәл осы тәсіл күрделі мәселелерді шешуден қорқып жүргеннен көрі, оны бөліп шешуді әдетке айналдыруға болады. Күнделікті жеткен кішкентай жетістіктерге қуануды ұмытпаңыз. Біраз уақыттан кейін жолыңызда тұрған кедергілерді батыл түрде жеңіп, қуану қабілетіңізді қалыптастырасыз. Өз деңгейіңді тоқтаусыз бақыла. Сіз кезіккен қиындықтар немесе проблема ойыңыздағыдай дұрыс болғанда жақсы сезім пайда болады. Егер баскетбол шеңбері тым төмен ілінсе, оған доп салудан рахаттанбайсыз. Егер ол тым жоғары қағылса, допты шеңберге түсіремін деп тырысудың қажеті жоқ. Өмір шеңберін мақсатқа жете алатындай дұрыстап қайта қағаласыз. 45 күн ішінде қол жетпестей көрінген мақсатыңыздың деңгейін төмендетіп, осыдан алар марапатым көңілден шықпайды-ау деген қандай да бір істің деңгейін биіктетіңіз. Егер мұздатылған тағамдарды, күрделі жолмен пісірілген таңертеңгі тағамдарды ұнатпасаңыз, үйде тамақ пісіруді мақсат етіңіз. Және 45 күнгі тамақ пісіру жоспарын бүгіннен бастаңыз. Егер сізге үйде отыру немесе кештерге барып көңіл көтеру ұнамаса, онда осы екеуінің ортасындағы нәрсені таңдаңыз. Жаттығу. Дофамин бөлу үшін қандай жаңа іс істейсіз? Кішкентай ғана жетістіктеріңізді атап өтіңіз. Жаңа мақсатқа жету үшін қадам жасаңыз. Қиын немесе ұнамайтын жұмысты шағын бөліктерге бөліңіз. Деңгейіңізді тоқтаусыз бақылаңыз. Эндорфин бөлуге көмектесетін жаңа әдеттер. Күлкі. Күлкі эндорфин түзеді. Өйткені ол денені өздігінен селкілдетеді. Не нәрсе күлкіңізді келтіретініне назар аударыңыз, оған мән беріңіз. Шынайы күлкі эндорфин бөлетін механизмді іске қосу үшін қажет. Ұнамайтын адамға мысқылмен күлу мұндай нәтиже бермейді. Кейде не нәрсеге күлкіңнің келетінін анықтау қиын. Күлкі қорқыныштан арылтатын құрал. Алдыңызға жылан жатқанын көрсеңіз, айналып өтесіз де, артынан сол сәтті еске түсіріп күлесіз. Қазіргі өмірдегі әлеуметтік қауіп қатер,
ата-бабамыз кездестірген жыртқыш аңдардан келетін қауіп-қатерден анағұрлым қауіпті. Сондықтан көбінесе әлеуметтік қолайсыз эмоцияларды көрсетуден қорқамыз. Табиғатта топтан немесе табыннан бөлініп қалу тіршілік етуге қауіп төндіреді. Біз мұндай нәрселерге байыпты қарау үшін бағдарламаланбағанбыз. Сатириктер мен әзілкештер қоғамдағы қауіпті ойларды ашық айтады. Әзілкештердің бәріне сабырмен қарайтынын көргенде әлеуметтің бас тартқанынан қорқатын адамдар күліп бір жеңілдеп қалады. Сіз күлкіні жеңіл-желпі емес, қауіпсіздікті қамтамасыз ететін құрал ретінде қабылдайсыз. Егер 45 күндік жаттығуда күлкіге басымдық берсеңіз, өзіңізді одан да жеңіл сезінесіз. Өзіңізді күлдіруге тырысу аздаған сынақ пен қателікке ұрындырса да, бас тартпаңыз. Эфирде беріліп жатқан әзілдердің көбі күлкілі емес екенін жиі байқаймын. Оған қарағанда жергілікті әзілкештердің қойылымы керемет болып көрінеді. Олардың қойылымдарына жиі барамын. Оған кеткен уақытымды текке кетті деп ойламаймын. Кейде жылап алғанда дұрыс. Жылау физикалық күш салуға байланысты эндорфин бөледі. Жылауды әдетке айналдыру керек деп айтпаймын. Адамдар жылаған кезде кортизолда бөлінеді. Ересектердің көбі көз жасын тежеп қалады. Бұл ішкі стрессті туғызады. Олар эмоциясын күшпен баспаса, стресстен құтылады. Бірнеше минут жылап алсаңыз, жылдар бойы жиналып қалған жаман сезімнен құтылуыңыз мүмкін. Сіз әдейі немесе қандай да бір мақсатты көздеп жыламауыңыз керек. Бірақ 45 күндік зерттеу кезінде жылағыңыз келсе, жылап алыңыз. Бірінші қадам, жылағыңыз келгенде кеудедегі, арқадағы, диафрагмадағы және тамақтағы жылауға бөгет жасап тұрған қысымды анықтауыңыз керек. Егер осыған назар аударсаңыз, бұл қысым азаяды. Жаман сезімдер мен естеліктер күтпеген жерден еске түсуі мүмкін. Кейде бұл қандай да бір ақпаратқа, ал кейде жылдар бойы іште сақтап келген бір оқиғаға қатысты реакция болуы мүмкін. Егер жылағыңыз келсе, оны ақымақтық немесе әлсіздік деп ойламаңыз. Жылап алсаңыз, жаман сезім жойылып, бір жеңілдеп қаласыз. Тағы да қайталап айтамын. Өзіңізге оқта-текте ғана жылауым керек деген мақсат қоймаңыз. Сіздің күнделікті мақсатыңыз рефлектордың жылауға ұмтылысымен бала сияқты жылауық болуға болмайды деген ой арасындағы қайшылықты нақты сезу. 45 күн ішінде табиғи импульстерді басудың орнына осындай қарама қайшылыққа кәдімгідей жайбарақат қарай аласыз. Олар тіпті байқалмайтындай болуы мүмкін. Мысалы, қайғылы фильмдерді көру еріксіз жылататын нейронды тізбектерді белсенді етуі мүмкін. Басқа біреудің басындағы қайғылы жағдай мен қасірет айна нейрондарын іске қоса алады. Ал бейтаныс адамның басындағы жағдай өз басыңыздағы қиындыққа қарағанда қатты әсер етуі мүмкін. Жылау жаңа туған нәрестелердегі туа бітті тіршілік ету дағдысы. Бірақ біз уақыт өте келе жылау зиян тигізуі мүмкін деп ойлай бастадық. Біз балама нұсқаларға ауысуды үйренеміз, бірақ кейде ештеңе көмектеспейді. Кортизол бөлініп, өзімізді тұзаққа түскен жануар сияқты сезінеміз. Ми қабығы адамды осындай сезімнен алшақтатуы мүмкін, бірақ оның бұлшықеттері қауіпті кездегідей еріксіз қысымға ұшырайды. Содан кейін денеміздің үнемі қысымға ұшырап тұруынан арылуымыз керек. Міне осы кезде жылау диафрагманың конвульсивті жиырылуын жеңілдететін терапевтік құрал бола алады. Жаттығуды әртүрлі тәсілмен жасаңыз. Жаттығуды өзгертіп отыру эндорфин бөлудің жақсы тәсілі. Эндорфин өндіру үшін физикалық күш қажет. Егер бір бұлшықетті жаттықтыра берсеңіз, оған зиян келтіресіз. Бұлшықетке арналған жаттығуды ақылға қонымды түрде өзгерте отырып, орташа қарқынмен жасасаңыз, эндорфиннің тұрақты бөлінуін қамтамасыз ете аласыз. Біздің денеміздегі бұлшықеттер 3 қабаттан тұрады. Жаттығуды өзгерткенде естен шығып кеткен және қысылған қабаттарға назар аударамыз. Бұлшықетіміз әлсіз болғандықтан, оларды шынықтыруға ұзақ уақыт күш салу керек. Бұл бұлшықетке артық салмақ түсіруден сақтайды. Эндорфин көп бөліну үшін бір ғана жаттығу жасап, бұлшықетке күш түсірудің қажеті жоқ. Әртүрлі жаттығулар жасау бүкіл бұлшықетіміздің үйлесімді дамуына балама мүмкіндік жасайды.
Егер мүлдем жаттығу жасамайтын адам болсаңыз, жаттығу жасау басқаша әсер етеді. Ал егер қазірдің өзінде спортпен айналысып жүрсеңіз, жаттығудың жаңа түрі ұнамай қалуы мүмкін. Әлсіз бұлшық етімізді жаттықтырып жүріп, жаттығуды өзгерту дұрыс емес деп ойлауыңыз мүмкін. Жаттығуды қалай өзгертемін деп уайымдасаңыз, 45 күн бойы сабырмен машықтаныңыз. Жаттығу жасаудың ұнап қалатыны соншалық, 45 күн өткенде жаңа жаттығулар жасап көргіңіз келуі мүмкін. Созылу. Эндорфин созылу жаттығуларын жасағанда көп бөлінеді. Бұл жаттығуларды кез келген адам күнделікті істей алады. Өйткені теледидар көріп отырып та, кезекте тұрған кезде де, телефонмен сөйлесіп тұрып та істей бересіз. Бір қалыпты созылу ағзаның ұйып қалған немесе ісіп кеткен жеріне қанның баруын қамтамасыз етеді. Өзіңізге зиян келтіруден сақтаныңыз. Шамадан тыс күш салу зиян. Егер 45 күн бойы денеңізді созып, жаттығу істесеңіз, жаттығудан ләззат алып, оны күнделікті дағдыға айналдырасыз. Созылу деп тек қол мен аяққа жаттығу жасауды айтпайды. Ағзаға зиян тигізбей созылудың терең әдістерін үйрететін топпен бірге жаттығу жасауға тырысыңыз. Мұндағы идея бұрыннан білетін созылу нүктелеріне күш салу емес, керісінше білмейтін нүктелерді, мысалы қабырға аралық бұлшықеттерді созу, саусақтарыңыз бен башпайларыңызды, тіпті құлақтарыңызды да созуды ұмытпаңыз. Осы жерде баяу гимнастика туралы бірер сөз айта кету керек. Олардың қатарына тайцзи және цигун кіреді. Бұл гимнастикадағы қозғалыстардың баяулығы сонша, олардың шынайы жаттығу екеніне сенбеуіңіз мүмкін. Алайда баяу қозғалыс денеге сіз ойлағаннан да көп күш салады. Денеңіздегі барлық бұлшықеттерді, соның ішінде әлсіз бұлшықеттерді де қатайтады. 45 күн бойы осы гимнастикамен айналыссаңыз, оның пайдалы екенін сезесіз. Спорт рахат сезімін сыйласын. Алдағы 45 күнде өзіңізге ұнайтын жаттығуларды таңдап алуды ойланыңыз. Мұндай іс-шара бақыт гормондарының дамуына ықпал ете отырып, айтарлықтай күш-жігерді қажет ететін жаңа істі бастауға жетелейді. Күнделікті күйбең тіршілікті ойын-сауыққа айналдыратын көптеген әдіс-тәсілдер бар. Би сабағына қатысып, жаттығу жасау бұлшықеттерді қаншалықты шынықтыратынына таң қалдым. Көпшілігі командалық спорт түрлерінен бастап, тауға жаппай көтерілуге дейінгі ұжымдық жаттығу түрлерімен айналысады. Сүйікті музыкаңды қосып қойып, немесе аудио кітап тыңдап жүріп, жаттығуларды жақсы жасайсың. Жаттығудың әртүрлі болып өзгеріп тұруы қызықтыра түседі. Йогадан жаттықтырушым апта сайын тапсырмаларды өзгертіп отырады. Жаңа жерге жаяу жүріп бару, немесе велосипедпен саяхаттау денені және миды тынықтырады. Бау-бақша егу адамға ләззат сыйлайды. Сондықтан көбіміз бұл іспен қуана-қуана айналысамыз. Егер жаттығу жасаудан рахаттанатын болсаңыз, онда онымен үнемі айналыса аласыз. Жаттығу. Ағза эндорфин бөлу үшін сіз не істей аласыз? Қолда бар құралдарды өзгертеміз. Күлкі, жылау, түрлі жаттығулар жасау, созылу, спорт, ойын-сауық. Окситоциннің жаңа тізбектерін құру, делдалдар арқылы сену. Адамдар арасында сенімді қарым-қатынас құру оңай емес. Сондықтан адамдар түрлі желілерді жиі пайдаланады. Жануарлар үлкен ұжым немесе әлеуметтік желідегі достар түсіністікпен қарым-қатынас жасауға мүмкіндік береді. Бұл кезде әрине тікелей қарым-қатынас жасағанға қарағанда окситоцин аз бөлінеді. Бірақ мұндай суррогаттар болашақта сенімді қатынасты кеңейте алады. Жасанды сенім өте ыңғайлы. Себебі ол біреуден көңіл қалдырмайды. Жануарлар опасыздық жасамайды. Үлкен ұжым жүріс-тұрысыңызды талқыламайды. Ал электрондық достар әрқашан қасыңыздан табылады. Тікелей қарым-қатынас жасаған адамның кейде көңіліңді қалдырып, сатқындық жасауы мүмкін. Бұл жаман сезім қайтадан сенімді қарым-қатынас туралы ойлай бастағанда іске қосылатын тізбектер құрады. Нейрохимиялық дабылыңыз аттан салып, ми мұның белгілі бір себебі бар деп қабылдайды. Егер сенімді қарым-қатынастан мүлде бас тартсаңыз, ми бір нәрсе жетіспейтінін айтады. Шынымен де бір нәрсе жетіспейді.
Ол окситоцин. Ешқандай дабыл қақпайтын кішкентай қадамдардан бастаңыз. Сізге қандай да бір жануар, ұжым немесе ғаламтор арқылы сөйлесу ұнаған кезде өз-өзіңізге мен жақсы көзқарас қалыптастырамын деуді әдетке айналдырыңыз. Бір қарағанда бұл ақымақ немесе өзімшіл адамның сөзі сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ сіз жасап жатқан нәрсені түсіну одан әрі өсу үшін үлкен мүмкіндіктер береді. Біреуге сенбеуге әрдайым себеп табылады. Сондықтан бұл сенімсіздіктің қайдан шыққанын ой таразысына салуға көмектеседі. 45 күн бойы әртүрлі нәрсеге, жануар, ұжым, адам қалай сенетініңізге үңіліңіз. Осылайша адамдарға деген сенімнің негізін қалайсыз. Жетістікке жету жолы. Сіз өзіңіз сенетін адамды көресіз, бірақ араларыңыз тым алыс. Өзара кішігірім байланысты пайдаланып, адамдармен сенімді қарым-қатынас орнатуға болады. Басынан жайсыз жағдай өткен адам немесе топ оны бірден жадынан өшіре алмайды. Екі ортадағы қатынас біртіндеп сенімді қарым-қатынас қалыптастырады. Олар соншалықты қысқа болуы мүмкін. Сондықтан екі жақта сатқындықтан қорықпайды. Әр қадам сізді және сіздің серіктесіңізді үміттендіруі мүмкін. Бір адаммен достық қарым-қатынасты нығайтуға тырысу окситоцин бөледі. Бұл одан әрі окситоцин бөлуге дайын жаңа нейронды тізбектер құрады. Ажырасу ісіне маманданған адвокаттар бұл әдісті ерлі-зайыптылар арасындағы келісімді реттеу үшін қолданады. Сіз мұны өміріңізді құртып жатқан адамға қолданып көрсеңіз болады. Онымен жақсы қарым-қатынас жасауға тырысыңыз. Егер бір қадам жасағаннан-ақ түсінісе бастасаңыз, сәтін тауып қайта қадам жасаңыз. Мұндағы мақсат соқыр сенімді қалпына келтіріп, жанын жаралау емес. Мақсат үміттендіру. Сенімсіз адаммен өмір сүру өте қорқынышты. Қайтадан ауыз күйу одан да жаман. Сондықтан бір рет ту сыртыңыздан соққы жасаған көршіңізбен немесе әріптесіңізбен достық қарым-қатынасты қайта қалпына келтіруге асықпаңыз. Оның орнына оларға қарай жайлы жағдайыңызға кесірін тигізбейтіндей қадам жасаңыз. 45 күнде мінезі қиын адамдармен қарым-қатынас жасауға, сенуге негіз болатын шағын өзара әрекеттер жасауға тырысыңыз. Алайда оның нәтижесін сенімді түрде болжай алмайсыз. Өйткені басқа адамның эмоциясын басқара алмайсыз. Бірақ кез келген жағдайда өмірдегі сенімді байланыстарды бақылап үйренесіз. Бұл қиын жұмыс және қысқа уақытта күткеніңіздей нәтиже бермеуі мүмкін. Бірақ ұзақ мерзімді жоспар құру өмірдегі қиындықты жеңе алатыныңызды білдіреді. Өміріңізді қиындатқан адаммен қарапайым қарым-қатынас жасаудан бастаңыз. Келесі күні ауа райы туралы бір ауыз айтып, сәл күлімсіресеңіз жетеді. Бір күннен кейін ол да күлімсірейді. Қаладағы кептеліс туралы айтып, бір күліп алу үшін бір апта қажет болуы мүмкін. Кейде осының өзі жаман сезім туғызады. Ұялмаңыз және қарапайым байланыс орнатуға тырысыңыз. Ашуға берілмеңіз, сонымен бірге оған ұнауға асықпаңыз. Маған сеніңіз. 45 күнде онымен жақсы қарым-қатынас жасай бастайсыз. Бұл адамға құлай сене кетпеңіз, бірақ онымен бірге жүргенде айнала толы арыстандарға қарамастан жайбарақат жайылып жүрген қарақұйрық сияқты өзіңізді еркін сезінесіз. Сенімді болыңыз. Окситоциннің әсері көп бағытты. Сізге сенім артқанда өзіңіздің сенген-сенбегеніңізге қарамастан жағымды эмоцияларды сезінесіз. Егер өзіңіз де адамдарға сеніммен қарасаңыз, онда окситоцинді инъекциядан ләззат аласыз. Бұған сақтықпен қараңыз. 45 күн ішінде кездескен кез келген адамға көмектесемін деп жүгірмейсіз. Мақсат күн сайын кем дегенде бір адамның болсын, бір сәтке өзіңе сенетінінен ләззат алу. Әрине, адамдарды бұған мәжбүрлей алмайсыз. Сондықтан адамдармен сенімді қарым-қатынасты бір күнде құру мүмкін емес. Біреудің сеніміне кіремін деп бар уақытыңды сарп етпе. Тек өзіңнің міндетіңмен біреуге берген уәдеңді орында. Осыған қуаныңыз. Бұл аздап өзімшілдік боп көрінсе де, маған сеніңіз. Бұл мінез құлық айналаңыздағылардың сізге сенуіне себеп болады. Сондықтан алдағы 45 күнде адамдар алдындағы барлық міндетімді мұқият орындаймын деп жоспарлаңыз.
Сенімді тексеру жүйесін жасаңыз. Сіз іс жүзінде сақтықта қорлық жоқ деген мақалды қолдана аласыз. Нәтижесін бақылап отырыңыз. Бәрін қайта санаңыз. Басқа адамдардың сізге деген көзқарасын тексеріңіз. Бұл біртүрлі болып көрінуі мүмкін. Бірақ дәл осылай тексеру таныс емес адамдармен қарым-қатынас орнатуға көмектеседі. Егер қарым-қатынасты тексеруге ұялсаңыз, өзіңіз сенетін адамдар арасындағы кішкентай құтқару портында ұзақ уақыт қалып қоюыңыз мүмкін. Егер сенім артып, оны тексерсе, жаңа сенім қалыптасуы мүмкін. Егер 45 күн бойы осы мақсатқа ұмтылсаңыз, басқалардың не істейтінін болжай алмасаңыз да, айналаңызға сенімді адамдарды жинау қабілетіңізге сенімді боласыз. Санаулы ғана сенімді адаммен шектелмей, қарым-қатынас жасағанда тәуекелге бара аласыз. Сенімсіз адамдарға сеніп, араласатын адамдарды көбейтпеңіз. Мақсат сену емес, сенімді адамдар туралы ақпарат жинау. Бір адам сізді алдап жүр ме, әлде алдамай жүр ме? Бәрібір бұны кез келген сәтте анықтайсыз. Өйткені сіздің өзіңіздің жеке тексеру жоспарыңыз бар. Сеніміңіз ақталса да, ақталмаса да мән беріп отырыңыз. Табиғи сұрыптау көбінесе тәуекел етіп тіршілік еткен ортасын тастап кеткендерге жақсы болады. Жануарлар әлемінде көбіне жас еркектерді ортадан қуып жібереді. Кейде олар шағылысатын серіктес іздеп табыннан бөлініп кетеді. Сонымен қатар олар кортизол бөлінгенде стрессті сезеді. Өйткені олар табынмен жүргенде сенімді қатынастарды елемей тіршілік етеді. Бұл зерттеу барысында дәлелденді. Жаңа топ қабылдамай қойса, стресс одан әрі күшеюі мүмкін, бірақ іздеген табады. Олар сенімді байланыс құруға бар күшін салады. Бәрі сәтті болса, өздерін жақсы сезінеді. Массаж жасатыңыз. Массаж окситоциннің бөлінуін тездетеді. Күнделікті массаждың пайдалы әсерін сезу үшін көп ақша жұмсаудың қажеті жоқ. Міне осыған байланысты бірнеше кеңестер. Массаж жасайтын адам тауып алып, бір-біріңізге массаж жасаңыздар. Жора жолдастарыңызбен бірге массаж курсына барыңыз. Өзіңізге өзіңіз массаж жасап көріңіз. Бұл өте тиімді. Мысалы, цигун гимнастикасында өз-өзіне массаж жасау арнайы физикалық дайындықты қажет етпейді. Бейне сабақты көріп ақ үйреніп алуға болады. Осылайша окситоциннің бөлінуін әдетке айналдырсаңыз, ләззат алу өз қолыңызда болады. Жаттығу. Окситоцин бөліну үшін жаңадан не істей аласыз? Қолда бар құралдарды өзгертіңіз. Делдалдар арқылы сенімді қарым-қатынас жасаймыз. Сенімді қарым-қатынас құрамыз. Айналамызға сенімді болу үшін осылай істейміз. Сенімді қарым-қатынасты тексеру жүйесін құрамыз. Массажды пайдаланамыз. Жаңа серотонин тізбектерін құру. Істеген ісіңізбен мақтаныңыз. Мақтаныш күрделі сезім. Үнемі танымал болуға ұмтылудың жағымсыз жанама әсері бар. Айналаңыздағы адамдар сізді мүлде мойындамаса, бірдеңе дұрыс емес сияқты сезесіз. Кез келген себепке байланысты өз-өзіңізге қол шапалақтай бастайсыз. Бірақ миды бұлай алдау қиын. Біздің миымыз басқалардың құрметтегенін қалайды. Өйткені мұндай құрмет өмір сүру тұрғысынан өте маңызды. Өкінішке қарай серотонин бөлетін кепілді жол жоқ. Әлеуметтік мойындау алдын ала болжауға болмайтын уақытша нәрсе. Бірақ ақымақ сияқты көрінбей, серотониннің бөлінуіне ықпал ете аласыз. Күніне бір рет болса да, өз ісіңе мақтанып қоюды ұмытпаңыз. Мақтаныш қоғамның мойындауына мүмкіндік туғызатын навигатор. Ол Цилла мен Харибдо арасына, яғни қарама-қарсы полюске өтуге көмектеседі. Айналаңыздағы адамдардың мақұлдағанын және елемегенін қалағаныңыз сияқты. Өзіңізді мақтан тұту, жай ғана үнсіз ойлау емес. Бұл басқа адамдарға менің не істегенімді қараңыз деп айта білу. Басқа адамдардан жетістігіңізді мойындауды сұрау айтарлықтай тәуекелге бару болуы мүмкін. Өйткені оның әсері көңіліңізді қалдыруы да ықтимал. Адам көбінесе өзін-өзі қорғау тактикасына жүгінеді. Қоғамның өзін-өзі мойындауы соншалықты маңызды емес, немесе әділетсіз деп санайды. Бірақ мұндай түсінікті біздің сүтқоректі миымыз қабылдамайды. Олар сенімді болуды қалайды. Бұлар топтың немесе қоғамның құрметіне бөленеді.
Сондықтан 45 күнде кем дегенде бір рет біреуге менің не істегенімді қараңыз деп айтуға тырысыңыз. Осылайша үміттенесіз. Арманыңыз орындалмаса да, осымен бәрі бітіп қалмайтынын түсінесіз. Келесі күні тағы да үміттенесіз. Негативті жеңу қиын. Жетістігім туралы айқайлап айтуым керек пе деген күмәнді ой қинайды. Егер мұны 45 күн бойы істесеңіз, әлеуметтің құрметіне бөленесіз. Табанды болыңыз. Біз бүгін таңданып жүрген адамдардың көбі көзі тірісінде лайықты бағасын алмады. Бірақ олар өз ісін табанды түрде істей берді. Өмірде жетістікке жеткен адам сол жетістігіне өмір бойы қуанып жүреді деп ойламаңыз. Қоғамның дер кезінде мойындағаны жақсы, бірақ мойындамаса да өз ісіңізді жалғастыра беріңіз. Бір қызығы, көпшіліктің ықыласына бөленген адамдар бұған қатты шағымданады. Олар өздерін жалпы халықтық сүйіспеншіліктің тұзағында қалғандай сезіп, өздерін танымал еткен нәрседен бөлек бірдеңе істегісі келеді. Бірақ осы уақытқа дейінгі атақ даңқын жоғалтып аламын ба деп қорқады. Қоғамның назарын қанша аударсаңыз да, миыңыз сол назарды көксей береді. Тарихи жадыңыз осылай әрекет етеді. Сондықтан біреудің қолпаштауын күтпей-ақ жетістігіне мақтана білгеннің маңызы зор. Егер кемшілігіңізге қатты көңіл бөлсеңіз, онда қоғамның көңіл күйін байқамай қаласыз. Өйткені достарыңыз бен әріптестеріңіздің қарапайым құрметіне үйреніп қалғансыз. Сондықтан жұмысыңызға күніне кемінде бір рет жақсы баға беру де пайдалы. Ол бұрыннан бар нәрсені қабылдауға мүмкіндік береді. Әлеуметтік мәртебеден үнемі ләззат алыңыз. Сенсеңіз де, сенбесеңіз де айтарым мынау: сіздің әлеуметтік мәртебеңіз үнемі өзгеріп отырады. Кей сәтте өзіңізді бағынышты сезінсеңіз, келесі минутта көз алдыңыздағы адамдарға үстемдік етіп отырғандай боласыз. Біреуге бағынышты болғанды ұнатпайсыз, бірақ біреуді бағындырған кезде де мазасызданасыз. Бұлай алаңдағанша кез келген әлеуметтік позицияның артықшылығын білуге дағдыланыңыз. Тең болу мені бақытты етеді деп ойлайтын шығарсыз. Өзгелермен тең болған сайын ми соғұрлым ұсақ-түйек айырмашылықтарды да табады. Сүтқоректілер жиналғанда немесе табынмен жүргенде ми үстемдік етудің жағымды екенін сезіп, ұдайы үстем болудың жолын іздейді. Мұны басқалардың бойынан оңай байқауға болады. Егер ми дәл солай істесе, оны өзіңізге лайықты нәрсеге жетуге ұмтылыс деп оңай қабылдайсыз. Сүтқоректі ми сізді бағаламайды деп сендіреді. Бұл тіпті өте жақсы өмір сүрсеңіз де азап шектіреді. Тарихи жаттың осы қызметінен босап, өзіңізбен үйлесім тапқанда әлде қайда бақытты боласыз. Бұрынғы тәжірибеңізге сүйеніп, әлеуметтік бәсекелестікке үміт арттыңыз. Бұрын бір түңілген сәтіңіз сіз бағынышты немесе үстемдік еткен кезде жағымсыз эмоция туғызатын нейронды тізбек құрады. Бүкіл өміріңізде қол жетпейтін арманды аңсап өтуіңіз мүмкін, немесе қолда бар нәрсенің жақсы қырын табатын тізбек құраласыз. Бағынышты болсаңыз да, оның артықшылығы барын біліңіз. Өйткені қазір біреулер өрттің ішінде жүр, ал сіз басқаларды қорғауға жауапты емессіз. Өз ұстанымымды қорғаймын деп алаңдаудың да қажеті жоқ. Үстемдік еткенде жұртқа қысым жасамай, құрметке бөленіңіз. Есіңізде болсын, ештеңе мәңгілік емес. 45 күнде мәртебеңіздің кемшілігі мен артықшылығына үңіліңіз. Мәртебеңіз үнемі өзгеріп тұрады. Сіз қаламасаңыз да, сүтқоректі миыңыз мәртебеңізді үнемі бақылап отырады. Егер әлеуметтік мәртебеңізге қатты алаңдасаңыз, одан ешқашан құтыла алмайсыз. Уайымдамай позитивке назар аударыңыз. Осылайша ойлауды әдетке айналдырсаңыз, сүтқоректі мимен мәмілеге келе аласыз. Қалай әсер ететініңізге назар аударыңыз. Көп адам өзге біреудің кемшілігін іздеу арқылы өзінің әлеуметтік мәртебесін көтеруге тырысады. Кейде өзіңізді өзге біреумен салыстыру арқылы позитив эмоцияны сезесіз. Бірақ серотонинді жоғарылатудың бұл әдісі қымбатқа түсуі мүмкін. Ол сөзсіз айналаңызға жағымсыз әсер қалыптастырады. Жағымсыз жанама әсер етпей, серотонин бөлуге болады. Ол үшін жай ғана басқа адамдарға әсер етуден ләззат алу керек. Егер басқа адамдарды жөн-жосықсыз сынап, өз ойыңызды тықпаламасаңыз, олардың сізден
үлгі алатынын байқайсыз. Бұл үшін олар риза болып, алғыс айтады деп күтпеңіз. Жай ғана жақсы қарым-қатынастан ләззат алыңыз. Бұл біршама менмендік болып көрінуі мүмкін, бірақ кез келген сүтқоректілердің миы әлеуметтік маңыздылықты қалайды. Бәрі де әлемге әсер еткісі келеді. Өмірден елеусіз болып өтуден қорқады. Егер бұл тілегіңізге қарапайым жолмен жете алмасаңыз, онда басқаларға ауыр тиетін жолмен жетуге тырысуыңыз мүмкін. Кейбір адамдар өз шамасын сезу үшін басқа адамдарға зиян тигізеді. Бұған балама бар. Бойыңыздағы өзге адамға әсер ету қабілетіңізді бағалаңыз. Дәл осы кезде адамдар ашық айтпаса да сізді құрметтей бастайды. Егер сіз құрмет көрсетпеудің себебін іздеп кетсеңіз, бұны байқамай қаласыз. Адамдар сізге сырттай сүйсіне қарауы мүмкін. Сіз одан ләззат алудың орнына сын пікір күтіп мазаңыз кетеді. Егер солай болса, онда серотониннің толқуын басасыз. Күніне бір рет бүгін біреуге қандай пайда тигіздім, қандай жақсылық жасадым деп ойланыңыз. Жасаған жақсылығыңызға көңіл бөлмеуге тырысыңыз, оны міндетсінмеңіз. Тек құрметін байқаңыз, соны қанағат тұтыңыз. Егер мұны 45 күн бойы істесеңіз, айналаңыздағыларға әсер ете алатыныңызға қуанасыз және басқалардың назар аудармағанын елемейсіз. Әлеуметтік маңыздылығыңызды сезетін тұрақты нейронды жолдар қалыптасады. Көбінесе ата-аналар балаларына әсер ете алмайтынын айтып шағымданады. Егер олар балаларының болашағына қаншалықты әсер ететінін білсе, онда балаларына үлгі болуға тырысар еді. Өзіңіз басқара алмайтын нәрсемен келсіңіз. Ми өзі басқара алатын нәрсені жақсы көреді. Сіздің жауапты кезіңізді керемет сезеді. Көбінесе біздің бақылауымыз шектеулі. Оны алдын ала болжау мүмкін емес. Сондықтан кейде мазасызданамыз. Жағдайды толық бақыламасаңыз да, өзіңізді жайлы сезінуге үйрете аласыз. Бұл бақылаудан шығу немесе бас тартуды білдірмейді. Бәрі бірдей бағынбаса да, өзіңізді қауіпсіз сезінуді білдіреді. Осындай нейронды тізбекті құру үшін бәрін басқаруға ұмтылған сәттеріңізге назар аударыңыз да, бәрін керісінше істеңіз. Мысалы, әлемдегі ең жақсы кексті қалай пісіруге болатынын білгіңіз келсе, 45 күн бойы рецепт қолданбаңыз. Керісінше, кез келген нәрсемен тамақ пісіретін адам болсаңыз, онда 45 күн бойы рецепт бойынша пісіріп көріңіз. Егер ұқыпты адам болсаңыз, 6 апта бойы айналаңызды жинамаңыз. Мұнтаздай болып тұрған жақсы көрмейтін, бей-берекеттікке бой үйреткен адам болсаңыз, 6 апта бойы айналаңызды жинап, пайдаланған затты бірден орнына қоюға тырысыңыз. Егер осыны істей алсаңыз, ережелерді сақтаңыз. Бірінші күні бұл жайсыз көрінуі мүмкін, бірақ 45 күннен кейін үйреніскеніңізге таңғаласыз. Сағаттан құтылу қоршаған ортаны бақылау мен тәжірибе жасаудың тамаша тәсілі. Бәріміздің уақытты басқаратын өз әдетіміз бар. Кейбір адамдар үнемі кешігіп жүреді, ал енді бірі үнемі сағатына қарағаштай береді. Уақыт өте келе қарым-қатынасыңызды өзгерте алмайтыныңа сенімді болуы мүмкін. Сізді онымен достастыратын керемет 3 әдіс ұсына аламын. Бірінші, кез келген істі осы уақытта бітіремін деп жоспар құрмай-ақ бастаңыз. Жұмысыңызды уақытқа қарамай бітіруге тырысыңыз. Жұмыс бітірдім деп сезінгенде бітеді. Екінші, күн сайын жоспарсыз іс істеуге уақыт бөліңіз. Үшінші, бір күнді сағатқа қарамай-ақ ұйқыдан тұратындай, сағатқа қарамай-ақ әдеттегі жұмысыңды істей беретіндей етіп белгілеңіз. Қаншалықты қауырт жұмыс істесеңіз де, сағатқа қарамауды үйренесіз. Уақыт жетпеуден құтылғыңыз келгеніне қарамастан, сол кезде пайда болатын жағымсыз сезімге таңғалуыңыз мүмкін. Бұдан қорықпаңыз. Іштей ыңғайсыздықты сезу зиян тигізбейді. Уақыттың қатал шындығын қабылдауға көмектеседі. Тарихи жад жағдайды басқарғанда өзін үстем сезінеді. Кейбіреулер осы сезімді толыққанды сезіну үшін жол ережесін бұзса, енді біреулер жол ережесін бұзғандарды сөгу арқылы күш-қуат алады. Алайда кейбір факторлар күшіңді сезінуге мүмкіндік берсе де, үнемі жұмыс істемейді. Кейде өзіңізді әлсіз, елеусіз адамдай сезінесіз.
Бұл кортизол бөледі, бірақ жағдайды толық бақыламасаңыз, өзіңізді қауіпсіз сезінуді үйренуге болады. 45 күн бойы әлемді үйреншікті тәсілмен басқармаңыз, бақыламаңыз. Әрине, қайыр сұрап кетпес үшін жұмысыңызды тастамаңыз. Ауа райын мұқият қадағалауды, лотерея билеттерін сатып алуды, әлем менің ережем бойынша өмір сүреді деп күтуді қойыңыз. Өміріңді бақылап отыратындай бір әдетіңізді таңдап алыңыз да, оны істемеуге тырысыңыз. Егер одан мүлде бас тарта алмасаңыз, оны аз уақытқа болса да ұмытуға тырысыңыз. Сонда қоршаған шындықты қалағаныңыздай басқара алмасаңыз да, өзіңізді сенімді ұстайсыз. Жаттығу. Серотонин бөлу үшін не істеу керек? Қолда бар құралдарды өзгертіңіз. Мақтанышты сезінеміз, өз жағдайымызды жақсы көреміз, басқаларға әсер ететін фактілерді атап өтеміз. Айналадағының бәрін басқара алмайтынымызбен келісеміз. Жаңа әдетті қалыптастырудың қиындықтары. Егер сіз Амазонкаға баруды жоспарласаңыз, асфальтты жолдан алыс орналасқан қызықты туристер жиі баратын жерді таңдауыңыз керек. Сізді экзотикалық орындар қызықтырады, бірақ ол жаққа қалай жететініңізді елестеткенде бұрын барып жүрген жеріңізге барғыңыз келіп кетеді. Дәл осындай жағдай қалың жынысты орман тәрізді нейроныңызда да болады. Жаңа әдетті күн сайын үйрену керек. Әйтпесе нейронды жолдар қалыңдап өсе бастайды да, олардың бойымен импульстердің қозғалуы қиындайды. Көңіл күйің болмаса да, жаңа нейронды жолдарды күнделікті жаттықтырыңыз. Сонда олар оңай және тез жұмыс істейді. Жаңа әдетіңізге бұрынғыдай қуанбауыңыз мүмкін, бірақ олардың жанама әсері бар жасанды стимуляторына жүгінбей-ақ өзіңізді жайлы сезінесіз. Жаңа әдеттерден жағымды әсер алсаңыз, оларды дамытқыңыз келеді. Бірінші күні-ақ қуанудың қажеті жоқ екенін бірнеше рет қайталап айттым. Шынайы үмітті күтіңіз. Алғашқы күндері дәмді балмұздақ жеудің орнына сәбіз жеу онша жағымды емес. Тапсырманы үнемі қайталап істесе де, жағдай өзгермейтін сияқты болып көрінуі мүмкін. Үй тапсырмасын орындау қызық кино көргендей емес, бірақ жоспарыңызға берік болып, бақыт гормондарын танып білудің қиындығынан өтуіңіз керек. Өзіңіз үшін пайдалы іс істей отырып, жағымды сезімді сезінесіз. Өткен мен болашақты байланыстыру. Қандай да бір әуенді ұнатып қалғанда қайталап айту әсерін байқадым. Бұл жақсы көретін әуенім емес, жағажайда демалғанда еске түсіретін әуендер де емес. Өткен өмірімнен есімде қалған дәлелдер келтірейін. Жас кезімде ағам, әкем, бастығым тыңдаған немесе жақын жерде орналасқан кафеде қойылған музыканы жиі тыңдадым. Бүгінде сол әуендердің бірін естісем, бақытты сезім баурап алады. Бұрын ол әуендерді ұнатпайтын едім. Бұл мені белгілі психолог Михай Чиксенмихайдың ағын кітабын оқығанға дейін таңғалдырған. Ол музыка адамға рахат сыйлайды деп түсіндіреді. Өйткені біздің миымыз бірдеңені естігенде одан әрі не болатынын болжауға тырысады. Болжамымыз дәл келсе, дофамин бөледі. Өзімізге таныс емес музыкаға қатысты сәтті болжамдар жасай алмаймыз. Сондықтан оны тыңдау дофамин бөлмейді. Музыка бұрыннан таныс болса, дофамин бөледі. Бұл мидың келесі оқиғаны тым оңай болжайтынына байланысты. Музыкадан ләззат алу үшін ол жаңа мен үйреншікті жағдайдың ортасында болуы керек. Бүгін сізге қатты ұнап, әсер еткен музыка уақыт өте келе әсер етпейтін болады. Өйткені сіз оған үйреніп кетесіз. Екінші жағынан бүгін онша ұнамаған музыка болашақта қатты ұнауы мүмкін. Егер музыкадан жағымды эмоция сезгіңіз келсе, бүгін таныс емес әуендерді тыңдауыңыз керек. Сонда біраз уақыттан кейін олар жаңалық пен таныс музыканы біріктіретін санатқа кіреді. Мен үшін бұл жаңалық болды. Бұл идея бақытқа жету үшін бар күш-жігерімізді салғанымызға қарамастан, бақыт күйінің біз үшін неге соншалықты уақытша екенін түсіндіреді. Бұл тіпті жағымсыз нәрселерді қайталауда болашақта айтарлықтай пайдасын тигізуі мүмкін екенін көрсетеді. Кейде біз жақсы және жаман музыка туралы айтамыз. Өйткені бұл қасиеттер
оның өзіне тән. Сонымен қатар бізде қалыптасқан нейронды тізбектердің қабылдауға әсер ететінін ұмытып кетеміз. Айналаңыздағы заттардан ләззат алу нейронды тізбектер арқылы анықталады. Бізге ұнайтын нәрсені жақсы деп, ал ұнамайтын нәрсені нашар деп ойлау табиғи нәрсе. Алайда өзіңізді нейронды тізбектеріңізге жақсылықтың шегін кеңейтетіндей әсер етуді үйренесіз. Бастапқы жайсыздықты жеңіңіз. Бастапқыда ұнамайтын нәрсені істеуге дайын болу керек. Бұл қиын, өйткені ми әдетте өзінің алғашқы әсеріне қатты сенеді. Бір кезде ұнамады деген болжамға сүйеніп, музыка тыңдамайсыз. Өзіңізге ұнамайтын адаммен дос болуға немесе жақын арада бір нәрсе өзгереді деп ойлап, ұнамайтын адамдарға қосылуға асықпайсыз. Өз сезіміңе сену табиғи нәрсе, бірақ енді мұндай сезім кездейсоқ өмірлік тәжірибеге негізделіп, бүкіл жағдайды көрсетпейтінін білесіз. Сіздің кездейсоқ нейронды тізбектеріңіз даңғыл жолдан бұрылған кезде қауіп төндіреді. Егер ескі нейронды жолдарға сүйеніп, уайымнан қашсаңыз, бақытқа жетудің көптеген мүмкіндіктерінен айырылып қаласыз. Сіз жаңа жолға шығудың қиындығынан жол тауып, ләззат алуды үйренесіз. Әуелі бір жолды ғана ұстан. Таңдау мүмкіндігімен көптеген нейрондардың көмегімен бақыт гормондарына апаратын жаңа нейронды жолдарды сала аласыз. Бірақ уақыт пен күш жетіспейді. Егер уақыт пен күшті ысырап етсеңіз, одан ештеңе шықпауы мүмкін. Сондықтан жаңадан бастағыңыз келетін жаңа әдет таңдаңыз. Сізге ұнаса да, ұнамаса да, оны қалыптастыру үшін көп жұмыс істеңіз. Егер кем дегенде бір күн қайталамасаңыз, бәрін басынан бастаңыз. Алдыңызда тұрған міндеттемелерді орындау өте қиын. Мысалы, пластикалық пакет пайдаланбау үшін дүкенге сөмке алып баруға уәде бердім, бірақ үнемі сөмкені ұмытып кете бердім. Сондықтан уәдеме тағы бір нәрсе қостым. Егер сөмкемді ұмытып кетсем, онда қайтып келіп аламын. Бірде супермаркетте жүріп, сөмкені машинада ұмытып кеткенімді білдім. Сонда маған оған барып жүргенге уақытым аз деген бір ой келді. Кенет үнемі уақытым жетпейтінін, өзіме берген уәдемді орындай алмасам, ерік жігерсіз адам болатынымды түсіндім. Сөйттім де, сөмкемді алып келу үшін көлігіме қарай зымырадым. Содан кейін уақыт жоғалтпау үшін сөмкемді ұмытпайтын болдым. Сіз де жаңа әдет қалыптастыра бастағанда, оны игеріп кетуге тырысасыз. Өз-өзіңе қойған міндеттемелерді бұлжытпай орындап, одан ләззат ала білу керек. Келесі тарауларда алғашқы тәжірибеңізге қатысты міндеттемелер туралы толығырақ айтамын. Табысқа жету арқылы мидағы жаңа күшті жақсы көресіз және оны қолданудың көптеген жолдарын табасыз.